Барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін өте оңай дайындалатын ақуызды кремді жасайтын боламыз. Ендеше видеоны соңына дейін қараңыздар. Кеттік. Ең алдымен судың үстіне қантты қосып, лопатканың көмегімен барлығын жақсылап ерігенше араластыратын боламыз. Газды қосып қоямыз. Тек ерігеннен кейін мүлдем араластырмаймыз. Ерігеннен соң ол қайнай бастайды. Қайнаған кезде 5 минуттай оны мүлдем араластырмай тұрамыз, себебі қантымыз қатып қалады. Енді бөлек ыдыста ақуыздарды алып, үстіне шым-шым тұз қосып, миксермен барлығын аппақ болып көпіргенше араластырамыз. Ал біздің жаңағы жасаған сиропымыз қайнап тұра береді. Арада 5 минуттай уақыт өтті. Біз сиропымыздың дайын болғанын салқын судың ішіне саламыз. Сол кезде кішкене көпіршік шығамыз, және де оны қолмен көрсек, ол осындай құймалы жын болып тұру қажет. Яғни бізде дайын болды деген сөз. Енді осыны ақуыздарымызға кішкенеден қосып отырып, осы ыстық күйінде араластыратын боламыз. Қосып отырып араластырамыз. Осы арада арасына шым-шым лимон шырынын қосуды ұмытпаймыз. Нәтижесінде осындай өте дәмді әрі оңай дайындалатын біздің креміміз шығатын болады. Сіздер бұны түрлі торт әрлеуде пайдалана аласыздар. Егер осы рецепт ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Осы кремнен жасалатын тіске басарларды астына қалдырып кетемін.